Болды, мен шаршадым. Ана Бека мені вообще бағаламайды. Кет әрі. Қалай бағаламайды? Ай, берді ғой 500 мың қалың малыңа. Ой, қойыңызшы. Точно ажырасамыз, Бека қуып кетті совсем. А чё, тикток түсірем дей ма? Қайдағы тикток мам? Инстаграмды өшіресің дейді маған. Дұрыс қой енді күйеуің болғасын қызғанатын шығар, өшіре сал. Кімнен қызғанат мам? Магазин одежды мен салон красотылардан ба? Енді сен барып жүрген бутиктердің тағы не ана жерлерінің бастықтары еркек шығар. Мүмкін сен дұрыс емес бірдеңе салып жүрген шығарсың. Қайдағы мам? Понимай, басқа қыздар сияқты ұятсыз бірдеңкелер салып жүрсем. Мен оларды давно Бекамен жүріп бастағанды удалила же. Әй, кешегі ана суреттің астындағы комментарийде енеңмен ұрысып отырсың. Енді тіптен ұят қой. Енді мама, комментарийға ыдыстарды жу деп жазған қызық екен. Келіп айтса болады ғой сон. Енді инстаграмнан шықпасаң, не істейді ол сонда жазбай? Енді сол үшін инстаграмды удали деу керек па? Білдім. Сен кеше ана Мүслім Тәуекелге лайк басқансың сол үшін. Қайдағы мам? Тәуекелге Бека да лайк басады. Тәуекелге тіпті Тәуекелдің өзі де лайк басады шығар. Сен не басымды қатырып тұрсың менің? Бар қай, күйеуің не айтады соны істе. Кет. Мам, мен өз шешімді өзгертпеймін. Онда мен сенің 9 класстағы суретіңді инстаграмға салып қоям. Сала алмайсыз? Салғанда қайта салам. Еще сені отметить етіп қоям. 1, 2... Ладно, мам. Жарайды, Беканың да айтқан дұрыс шығар. Сау болыңыз. Сау бол. Баяғыдан бері осылай істесемші. Қап. Суретпен қорқытып, үйді жинатып, тамақ істетіп алу керек еді. Тілісіндіру керек қашке. Деп айтыңыз аға. Қалай? Ерінді осылай, Ерінді, Осылай, Стол, стөл. Молодец. Бастаймыз ба? Все, басы дайын, енді бастаймыз. Қымбатты достар, бүгін бізде қонақта халықтың қалаулысы Меліс Маратұлы. Қош келдіңіз. Сіз ақшаны қайдан аласыз? Неге ондай сұрақ бересің? Неге? Қайда ақша алам мен? Сен қайдан ақша аласың? Мен еңбек етіп алам. Вот менде тоже. Меліс Маратұлы, сіз айына қанша ақша табасыз? Қырсық, қандай қырсық. Не знал, что, ладно. Жақсы. Енді шын айтуға, бүгін бар, ертең жоқ. Бүгін бар, ертең жоқ. Кеше... Сіздерде де сондай болып тұра ма? Енді, біз қарапайым қазақ. Сіз өзіңіздің ақшаңызды қашан Швейцарияда санайсыз? Енді, самое главное айтады ғой, мечтать не вредно. Пускайте мысли космосқа жіберу керек Байконурға. Байконурға жібересің да, кетті космосқа, болды, саған келді. Ал сіздің армандарыңыздың ішінде Қазақстан халқының жағдайы бар ма? Здрасте. Аманчик, қызықсың сен, конечно, сен отырасың осы жерде. Саған легко сұрақ беруге. Жауап мен берем, правильно, мен берем. Бір жақсы мақал бар. Дос жылайды, жау күледі. Қазақ матель. Мен жылайым. Мен постоянно күнде жылайым. Далаға шығам, қарасам, қарапайым қазақ. Меліс Маратұлы, сіз біздің бағдарламамызға келген алғашқы депутатсыз, ал басқа әріптестеріңіз неге келмейді? Қорқады, шын айтуға қорқады. Мен қорқпаймын. Сұхбат барысында қанша пайыз өтірік айттыңыз? Мен айтпаймын өтірік. Бәрі шындық қой? Шындық. Қымбатты көрермендер, бүгін Меліс Маратұлы менің сұрақтарыма 100% шынайы жауап берді. Шынайы жауаптарыңызға рахмет. Саған да рахмет. Жан! Бәрі жақсы ма, не болды? Кино көрейік. Көрейік,
тек осы жолы кино үшін ұрыспай қояйықшы. Әрине, ол ақымақтық қой киноға боларсың. Иә. Қараш қандай әдемі Анджелина Джоли. Кез келген жігіттің арманы шығар. Дұрыс айтасың, иә. Сонда сенің де арманың бар? Мен не қатысым бар? Енді кез келген жігіттің арманы десем, иә деп отырсың ғой? Қойшы жаңқас, қайттан ұрысып қаламыз. Жарайды. Сонда? Сен мен көзіме шөп салғың келіп тұр ма? Өзің ойлашы. Қалай саған мен көзіме шөп салам? Ол Америкада. Мен сенің қасында осындамын. Сонда? Мені жолым болды деп тұрсың ғой, иә? Қойшы қайда жұрт айтпай, ә? Бұл, тем более ол Голливудтың жұлдыз ғой. Мен кім, қарасайшы. Байқұсай. Күнде түсіңде сонымен қол ұстасып қызыл кілемде жүретін шығарсың, иә? Не деп кеттің, ә? Онда. Мен Ди Каприомен жүрер едім. Екеуміз жүргенімізге қарамастан, мен сені тастап кетер едім. Солай деп. Иә, солай. Тастап кетем деп. Тастап кетем. Сосын, екеуміз кеменің алдында. Мен артынан құшақтап. Қорықпа. Мен сені жанымдамын дер едім. Онда кет соған. Ал сен Анджелина Джолиңа кет. Түсіндің ба? Не қарап тұрсың маған? Баланы жалғыз тастап кеткен бе? Апа, сіз мына не істеп жүрсіз? Қызым, баланы жалғыз тастап кеткенің не? Жалғыз қалдырғаным жоқ, просто қазіргі қоғамда өз жалғыз бейімделсін деп ойлағым ғой, не болды соншама? Құдай бере салған тәттісін өзің. Апа, просто өтіп кетуге болма, обязательно бір есеп кету керек па? Өте берсеңізші. Мен оған бата беріп жатырмын. Керек емес сіздің батаңыз. Как будто сіз мен балама специально көзіңіз тигізіп отқан сияқтысыз. Жоқ, қайда көсеген? Мен оған ту дедім ғой. Аха, ама сол сілекейіңізбен, бактерияңызбен менің балама бірінші жұқтырсаңыз қайнет, сонымен дәрігерге барған кезде бір апа келіп, кел деп сет деп айтпаймын ма? Қызықсыз. Не деп тұрсың, а? Өзіңнен үлкен кісіге не айтып тұрсың сен? Кімсің сен өзі? Мен анамын. Менің балам бар, көріп тұрған жоқсыз ба не? Мен де анамын. Менің үлкен 3 балам бар. Біреу банкте жұмыс істейді, біреу архитектор, біреу спортсмен. Сондықтан мен ту дегенде. Ештеңе етпейді. Бұл деген жай. Баланың есею процесі. Мен сізге қазір есею процесінің қандай болатынын көрсетіп Ой, мен анамын, мен балам бар, я жмай. Бауырым, не жағдай? Қандай көмек керек? Қолымыздан біраз нәрсе келеді. Мысал үшін, той-пойға барып, сәбіз ашып бере аламыз. Титанға шәпе құйып бере аламыз. Кілем қағып бере аламыз, отын-потын жауып береміз. Надо будет ыдыс-аяқ жуамыз, үй сыпырамыз, кір жуамыз, чө. Егер тошын тірлік шешейін деп жүрсің, жоқ, келін болуға дайындаласыңдар ма? Шешеміз. Көмек болғанда бауырым маған бір жігіт қарыз етті. Соны ала алмай жүргеніме біраз уақыт болды. Соны қайтарып көмектесіп жіберсеңдер енді. Болды, қарызыңды қайтарып алып береміз. Бірақ енді бізде ол тірліктегі ситуацияларға байланысты әр услуганың ақшасы әртүрлі. Мысалы, ерекші 5000 теңге бізде. Әр удар 3000 теңгеден. Үлкен құсап тебу ол 7000 теңге. Сосын скорпион құсап шағып алу, ол 10.000 теңге. Нормально. Ал айдақар құсап құйрығын айырып жүру, ол 15.000 теңге. Қанша болды деу? Комиссия. Так, ровно 40 мың. 40 мың? Ровно. 40 мың аржан комиссиясы бар, 43.400. Ол бауырым нормаль сияқты. Кеттік онда. Кеттік. Дәу, берші мен айдайыншы. Сен біз мәшен барасың ба? Онда тағы 1000 теңге қосасың. Болды.
осылар ма? осылар. Короче, бауырым, әңгіме қысқа болады сендермен. Ақша алдың ба, қайтадан уақытында орнына қойып бермейсің ба? Қанша алдың, сонша қойып бер. Бүгін настроением күшті болып тұр мен. Сондықтан қатты кетпей ақ қояйын. Дұрыс па дәу? Бәжіге! Басеке, что там? Нормально ма бәрі? Не болды? Ұйықтатып тастады ғой сізді. Кел. Көп ұйықтадың ба емен? Нормально. Басым ауырып тұр. Айтпақшы, қарыз не болды? Полиция шақырдық та, қарызын алып бердік. Айттым ғой шешеміз деп. Все, бізде бауырым полиция шақырып, қарызын әперу 20 мың теңге болады. 20 мың теңге? Бауырым, мен полицияны өзім-ақ шақырып алатын едім ғой. Енді ақылды болсаң, соны шақырмадың ба енді? Соған миың жетпеді ма? Қарсы бұның ақшасын алып, енді әңгіме айтып тұрған. Соны айтамын да. Братишка, после драки кулаками не можешь ты так. Өмірдің қадірін біл, өлгенше.